Саламатсыңдар ма оқушылар, қалайсыңдар? Сендермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін әліппе әлемінің екінші әрпімен танысатын боламыз. Ол үшін алдымен бейнероликке назар салайық. Сөздерді менімен бірге қайталап отырамыз. Әтеш, әке, әпкеншек, әже, әріп, әуен, әнші, әйнек, әуежай. Ал оқушылар, бейнероликті қарап болсақ, әріп, әже, әке, әуен сөздері қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Әріпінен басталып тұр. Яғни біз бүгін әліпбидің екінші әріпі әріпімен танысатын боламыз. Қане, бәріміз әріпін бірге айтып көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Әріпін айтқан уақытта созылыңқы және еркін айтылып тұрма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Еркін түрде айтып тұрмыз. Яғни бұл бізде қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз қандай текшемен белгілейтін едік? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қызыл текшемен. Төмендегі суретке назар саламыз. Төменде кімнің суреті берілген? Қане, бәріміз бірге айтып көрейікші. Әже, әже. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Балалар, енді біз әріпінің жазылуымен танысатын боламыз. Ол үшін бейнероликке назар саламыз. Мұқият қараймыз. Әріпін жазып үйренеміз. Мұқият тыңда. Бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Әріпінің бас әріпін жазу үшін үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламымызды қоямыз. Солдан оңға қарай доға жасап иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы жағынан тигіземіз де, солға қарай доға жасап, оң жақтағы сызықпен үстіңгі сызықты айқастырамыз. Әріпінің кіші әріпін жазу үшін жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламымызды қоямыз. Солдан оңға қарай үстіңгі және астыңғы сызықты тигізе отырып, доға иіп, оны оң жақтағы сызықпен айқастырамыз. Балалар, бейнероликті мұқият қарап шыққан болсақ, қолымызға қаламсапты аламыз. Әріпін ауада жазып үйренеміз. Алдымен үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламсабымызды қоямыз. Солдан оңға қарай доға жасап иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы жағынан тигіземіз де, солға қарай доға жасап, оң жақтағы сызықпен үстіңгі сызықты айқастырамыз. Ал әріпінің кіші әріпін жазу үшін жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламымызды қоямыз да, солдан оңға қарай дәл осы әрекетті қайталаймыз. Жарайсыңдар балалар. Біз бүгін қандай әріппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар балалар. Әріпімен таныстық. Әріпі қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дауысты дыбыс. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма әріпінен басталатын 10 сөзді жаттап келу. Келесі кездескенше.